Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз өте дәмді рогалики жасайтын боламыз. Ол үшін осы заттар қажет болады. Чашкамызға кішкене су құямыз. Жылы су болу керек обязательно. Одан кейін кішкене жарты қасық дрожжи саламыз. Жарты қасық дрожжи салғаннан кейін бір жұмыртқа салып, бәрін біріккенше араластырамыз. Одан кейін қантымызды салатын боламыз. Салып, барлығын біріккенше араластырып, үстінен айран құямыз. Айран құйып болғаннан кейін үстіне жаңағы електен обязательно өткізіңіздер. Електен өткізілген ұнымызды қосатын боламыз. Әрбір қосқан ұнымызды осылай араластырып отыруымыз керек, өйткені комочектар қалып қалуы да мүмкін. Осылай араластырамыз. Одан кейін үстінен ұнымызды қосып, барлығын араластыратын боламыз. Сүйікмай қостым. Сүйікмай қосқаннан кейін барлығын біріктіріп, араластырып алғаннан кейін барып, ұнды қосасыздар. Осылай ұнды бетіне сеуіп қосып отырдым. Одан кейін мен чашкама симағаннан кейін барып, столға ұнды сеуіп, столға еледім. Сіздер чашкаларыңыз егер үлкен болса, сол чашкаларыңызға салсаңыздар, илесеңіздер болады. Осылайынан бір келкі ғып елеп аламыз. Консистенциясы осындай болу қажет. Кішкене қолға жабысу керек. Ол нормально, өйткені ұн қосудың қажеті жоқ. Сіздер елеген кезде, жайған кезде ұн қосып отырасыздар ғой. Жаңағы қамырымызды 8-ге бөліп аламыз да күлшелейміз видеодағындай. Осылайынан барлығын күлшелеп болғаннан кейін ыдысымызға салып, 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Кішкене көтерілу керек. Одан кейін 20 минут тұрды менің тестам. Осылайынан жайып аламыз. Жұқарағы осындай болу керек. Содан кейін рогаликиге бөлгендей, жаңағы немізді тестамызды бөліп аламыз осылай. Видеодағындай. Видеодағындай кесіп алғаннан кейін осылайынан орайсыздар ғой. Ұзынырақ болса, не тесталарыңыз әдемі шығады, рогаликиларыңыз. Бас жағын кішкене созасыздар ғой, ұзын қып. Одан кейін мен мақпен қантты араластырып, рогаликиларымды бір аунатып алдым. Жартысын аунатпай, жай ғана сахарның пудрағана септім. Қалауларын шарлейсіздер ғой, сосын бетіне жұмыртқаны жағамыз. Пешімізге 180 градусқа пісіріп аламыз. Міне пісіп шықты, осындай әдемі болып шығады, өте дәмді. Дайындап көріңіздер. Каналыма қосылыңыздар, және лайк басуды ұмытпаңыздар.